Қыбыр етпес аптапта сусар шелек, тау ұйқышыл, ит үнсіз, жусан сұлық. Шаңырақтан тік түскен найза сәске, сүйегіне сандықтың тұр шаншылып. Өліндей бұлттардың қанатының, ой-хой далам, қазағым, ана тілім. Суыртпақтап сыр сұрар отағасы, домбырасын күйлеген бол отырып. Өй сен әлгі, яға сол баламын. Сорғаласаң шанақтан сорғаламың, бұрылады қысық көз. Мен үйткені бұрымына қызының арбаламын. Ал қыз бала әдеппен піскен қымыз. Жек көрмейміз қымызды ішкенді біз. Білуші едім әкеңді. Мен де білем, біздің үйден сіз талай түстендіңіз. Сабырлы да, сыршыл да шіркін ауыл. Сабадағы қымыздың бұрқырауын. Қысық көзде сұрақ көп, ал қызында қимыл жеңіл, бұрым тоқ, кірпік ауыр. Қыз балаға сырымды сездір ләйім. Әй ұят қой, қарашық оздырмайын. Келді әйтеуір ашулы бестіғіміз, сорғалатып жіберер сөздің майын. Қыза-қыза домбыра дыңылдаттым, қыз баланы қырынан ұғынбақпын. Жас жүрекпен ойнайтын жасырынбай, жаңа түрі болды бұл тығылмақтың. Секілденіп даламның ала бұлты, жан жаңбырын ішімде қала мүркіп. Кешкісінде бет қалып құбыланы, кете бардым көңілім ала бұртып. Әй қысық көз барақ әлді, қимайды ғой көңілім қалағанды. Осы күні есімде сол ауылдың қызы менен қымызы ғана қалды. Жаңа ғана тыңдаған өлеңдеріңіз белгілі ақын, даңқты жерлесіміз, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты ақын Тыныштықбек Әбдікәкімұлының Жансусар атты өлеңі болатын. Армысыздар қадірменді, көз қарақты оқырман, сөздің құнын көздің нұрындай қастерлейтін біздің жерлестеріміз. Әдеттегідей өздеріңізбен бірге Букмикс жобасы және оның жүргізушісі мен Бауыржан Игілік. Бүгін біраз атымыздың басын нәзік әлем, поэзия әлеміне бұрайық деп тұрмыз. Осы бір сырлы әлемде адам баласының түгел сезімдерінің қамбасы, жиынтығы, алтын сандығы жатқандай. Егерде сіз поэзияны жан дүниеңізбен жақсы көрсеңіз, содан ләззат алатын болсаңыз, содан жаңалық іздейтін болсаңыз, сол арқылы өзіңізді табатын болсаңыз, мен бүгін сіздерге осы бір жерлесіміздің тамаша кітабын ұсынайын деп тұрмын. Тыныштықбек Әбдікәкімұлының есімі біздің поэзия қарөлең сүйер халықтың назарына әлде қашан тәуелсіздік жылдарына дейін іліккен болатын. Ең алғашқы Қойлы ауылдың хаттары топтамасымен Қазақ әдебиеті газетіне шыққан ақынның есімі бірден жарқ етіп, әдебиеттің алтын төрінен өзінің орнын алған болатын. Тыныштықбек Әбдікәкімұлы ешкімге ұқсамайтын дара болмысымен, ерекше теңеулерімен, айрықша образдарымен, тым бөлек сөз қолданысымен қазақ халқын бірден елең еткізген ақын. Тыныштықбек Әбдікәкімұлын оқи отырып, сіздер нәзік сезімдерге, үлкен терең философиялық ойларға ат шалдыратын боласыздар. Сондықтан да баршаларыңызға Тыныштықбек Әбдікәкімұлының поэзия жинақтарын оқуды ұсынамын. Келесі кездескенше, қош аман, сау болыңыздар, кітап оқыңыздар.